Сәлем достар, сіздермен бірге мен Даразере, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеоның атынан көріп тұрғандарыңыздай Back to School болады. Бұл видеода мен мектепке деген образдарды дайындайтын боламын. Алдыңғы жылы осы видеоны көрген шығарсыздар. Енді осы жылы одан да ерекше киімдер дайындайтын боламын. Ал неше кеттік. Достар, осы жылы енді мен сіздерге мектеп формасын және де онымен қоса дене шынықтыру сабағына киетін форманы да көрсететін боламын. Біздер ең бірінші фортунамызды айналдырып алайық. Бұл жерде бізде мектеп формасын әлде дене шынықтыру формасын екеуінің біреуін ең бірінші қайсысын киетінімізді көретін боламыз. Бізге мектеп формасы түсті. Енді қазір мектеп формасын киетін боламыз. Достар, біздің бірінші образымызға керекті заттар. Ол ең бірінші бізде осындай рубашка. Сіздерге жақсылап көрсететін боламын. Қараңыздар. Осындай. Келесі бізде осындай юбка. Ешқандай ештеңесі жоқ. Келесі бізде осындай галстук. Бірақ галстук тақпаса да болады. Енді қазір біз осы формамызды киіп алатын боламыз. Достар, міне біздің образымыз осындай болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі шықты. Енді қазір екінші образымызды дайындайтын боламыз. Мен екінші образым осындай болмақ. Менде осындай брюки. Қараңыздар. Ал екінші менде осындай галстук. Содан соң осындай бағанағы рубашка. Енді осы образымызда киетін боламыз. Достар, менің образым дайын болды. Осындай өте әдемі үйлесіп тұр. Мына ішке кіргізген әдемі бола ма? Әдемі бола ма? Менің ойымша ішке кіргізген әдемі болады. Енді қазір мен сіздерге ары қарай образдарымды көрсететін боламын. Достар, менің бірінші және екінші образдарым ұнады деген ойдамын. Енді қазір мен осы үшінші образымды киетін боламын. Бұл образды мен тек қана осындай юбканы киемін. Бағанағы және де осы рубашкамды киетін боламын. Енді перевоплощение. Міне, достар, менің үшінші образым дайын болды. Қараңыздар, бұл кәдімгі мектепке өте керемет киім. Енді қазір мен сіздерге төртінші образымды көрсететін боламын. Достар, енді мен төртінші образымды істейтін боламын. Бұл образда бағанағы брюки, осындай рубашка және осындай цеп. Бұл цепті мен осы брюкимнің мынандай шеті бар. Ол тағып қоюға болады. Соған тағып қоятын боламын. Оны шығарып, кіргізу өте оңай. Енді осы образымды қабыл алыңыздар. Өзіме қатты ұнап тұр осы образ. Егер сіздерге ұнап жатса, комментарийға пікірлеріңізді қалдырып, ал осы видеоның астына лайк басып отырыңыздар. Достар, енді мен тыршы киімімді көрсететін боламын сіздерге. Ең бірінші менде осындай сұр түсті зипка, зип-худи. Содан соң менде сосын менде әппақ кәдімгі ақ футболка. Содан соң сұр футболка. Және менде осындай трико. Қараңыздар. Ой, мынау нелерін әлі алып үлгермедім. Осындай. Енді қазір осыны киіп сіздерге образдар көрсететін боламын. Бұдан менде 2 образ шығады. Сонда менде мектепке арналған 6 образ болады. Стоп. Достар, сіздерге айтатын бір жаңалығым бар. Менің көп тіркелушілерім мені көреді, бірақ тіркелмейді екен. Мені қараңыздар, қанша пайызы мені көреді, бірақ тіркелмейді. Достар, өтінемін, тіркеліп кетіңіздер. Себебі, егер де сіздер көбірек тіркелетін болсаңыздар, онда менің де сіздерге деген видео шығаруға шабытым көбірек ашыла беретін болады. Неше көре беріңіздер. Міне менің образым осындай болды. Қараңыздар, зип-худиді шешіп тастауға да болады. Мен зип-худиді өте жұқасын алдым, себебі спорт залда ыстықтап кетеміз. Міне келесі менде осындай образ. Қараңыздар. Бұл жерде уже сұр футболканы киіп алдым. Осылай. Менде осындай болды. Сіздерге қалай? Ұнап жатыр ма? 3, 2, 1.
Достар, менің образдарым бітті. Енді қазір сіздерге барлығын жақсылап көрсетіп шығатын боламын. Бұл школьный форманың заттары. Бұл бізде бірінші осындай асымызға келетін бір киім. Бізде бір киіміміз 6000 теңге болды. Ал келесі бізде осындай галстук. Бұл бізде 1000 теңге. Содан соң осындай юбка. Бұл бізде 4000 теңге болды, иә. Ал келесі бізде осындай рубашка. Бұл рубашка бізде 5500 теңге болды. Енді мұнда ответі қанша теңге шыққаны көрініп тұр сіздерге. Ал келесі бұл бізде ДШ форма. ДШ формада бізде осындай ақ футболка 1500 теңге. Содан соң осындай сыр футболка. Бұл бізде 1500 теңге. Осы бізде зипкамыз 7000 теңге болды. Ал осы трико бұл менде 4000 теңге болды. ДШ форманың бағасы осындай болып шықты. Бұл сіздерге киімдердің бағасы ұнады деген ойдамын. Себебі өте қолайлы бағада алдым. Образым қаттырақ ұнады. Осы менің YouTube каналымда шығып тұр. Соған өздеріңіздің голосованияларыңыз жинап кетіңіздер. Мектеп формасынан 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші тезірек голосование жинап кетейік, достар. Достар, сіздерге осы видеода өзімнің мектепке арналған прическаларымды қалай істейтінімді көрсететін боламын. Ең бірінші шашымызды тарап аламыз. Міне, енді біз шашымызды жинаймыз. Осы астыға қарай жинаймыз. Мен мектепте мүлдем шашымды жаймаймын, себебі біздің мектепте шашымызды жаюға рұқсат жоқ. Осылай буамыз. Содан соң мына жерінен тесік шығарамыз. Сіздерге көрініп тұр ма? Мына жерінен тесік шығарамыз да осылай істейміз. Мінекей, осындай болды менде. Қараңыздар, өте әдемі болды. Содан соң менде осындай бантик бар. Біздің апайымыз бантиксіз жүруге рұқсат бермейді. Мен бантик киемін әрқашанда. Міне осыны алып, осылай тағып қоямын мына жеріме. Мінекей. Көрдіңіздер ме? Өте әдемі болып тұр. Енді сіздерге екінші прическамды көрсететін боламын. Қазір сіздерге үшінші прическамды көрсететін боламын. Шашымды тарап алдым. Енді бұл бізде крабикпен шашымызды осылай істейміз. Содан соң менде осындай крабик. Осылай аластырды. Жарты жағымен. Сосын мына осылай істейсіздер. Осындай болады. Егер шаштарыңыз ұзын болса, өте керемет көрінеді. Мен шашым ұзын болғанда әдемі көрінеді. Қазір менің өз шашым кесіп тастағаннан осылай болып тұр, достар. Қараңыздар. Қалай ойлайсыздар? Нормально. Қараңыздар. Егер де нормально істеймін десеңіздер, бұндайды бағанағы прическаны біз қазіргі жасағанымызды біз тек қана егер де бізде резинкамыз жоқ болса ғана істейміз. Ал егер де резинкаларымыз болса осылай істейміздер. Осыны осылай астыға буасыздар. Содан соң крабигімізді аламыз. Қайтадан осыны бұраймыз. Егер шаштарыңыз қысқа болып, сіздерге ыңғайсыз болса, бағанағыдай жүруге, онда мынаны астарда бітестер ұшын сөйткеннен кейін қысасыздар. Қатты қысу керек. Міне, осындай әдемі болып шықты. Достар, біздің төртінші прическамыз, ол бізде екіге өру болады. Мектепте көбісі екіге өреді. Енді қазір мен екіге бірінші бөліп алатын боламын. Достар, мен шашымды екіге бөліп алдым. Енді анам қазір маған шашымды өріп беретін болады. Қазір анам маған шашымды екіге өріп беретін болады.
осындай болды. Өте әдемі болып тұр. Қараңыздар, мен боядым боласын, іші мынандай әр жері қызыл болып тұр да. Енді қазір мен осындай 2 бантигімді тағатын боламын. Ең бірінші осы бантигімді тағамын. Бұлар өте әдемі бантиктер. Төбесінен тағайын ба, астынан тағайын ба түсінбей тұрмын. Төбесіне, жоқ, астынан тағайыншы. Осылай істейміз. Қараңыздар. Кімде осындай бантик бар? Бұндай бантиктерді қазір табу қиынға соғып кетті. Мен бұны алдыңғы жылы алған болатынмын. Осылай шықты. Қазір қараңдар. Міне, или төбеге істеймін баса. Қазір төбеге істеймін сәл. Достар, осындай болды. Қараңыздар, мына шашымда әдемі болып тұр. Бұл менің соңғы прическам, 4-ші прическам. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Міне, сіздерге осы видео ұнады деген ойдамын. Себебі бұл видеода мен сіздерге дене шынықтыру формасына арналған 2 образ дайындап бердім. Және де мектеп формасына арналған 4 образ дайындап бердім. Сіздер осы образдарға қарап өзіңізге киім алуларыңызға болады, достар. Егер де сіздерге осы видеоны лайк қойыңыздар, себебі мен осы Back to School'дың 2-ші частын шығарғанымды қаласаңыздар, онда осы видеоға 15 лайк жинап кетіңіздер. Сол кезде мен сіздерге ол жерде канцеляриямен видео түсіретін боламын. Сіздермен бірге болған мен Дәрежере. Сау болыңыздар!